Баршаңызға сәлем, бүгін сіздерге восточный пирогтың рецептісін ұсынамын. Пирогтың дәміне сөз жоқ, өте керемет, ең бастысы көп уақытыңызды алмайды, үйіңізде бар қолжетімді заттармен 30 минутта дайын болады. Ұн, сары май, шекер, жұмыртқа, тұз және қопсытқыш қажет. Алдымен електен өткізілген 300 грамм ұнды ыдысқа саламыз және бөлме температурасындағы сары майды салып крошка жасаймыз. Сары май қатты еріп тұрмау керек, қатты еріп тұрса қамыры дұрыс шықпай қалады. Осылай крошка етіп жасап аламыз, сонан соң үстіне 100 грамм шекерді саламыз. Дана жұмыртқа, шым-шым тұз және 1 шай қасықпен қопсытқыш саламыз. Барлығы біріккенше жақсылап жұмсақ қамыр илеп аламыз. Болған қамырды тоңазытқышқа қойып алсаңыз да, немесе тез арада жасай берсеңіз де болады. Пирогтың қамыры әмбебап, сондықтан көптеген пирогтар жасауға болады. Пирог дайын болды, бетін жауып тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Алмасына 100 грамм мейіз, 100 грамм грек жаңғағы және 100 грамм сары өрікті турап, жуып дайындап аламыз. Осы пирогқа грек жаңғағын көбірек қосуды кеңес беремін. Болған қамырды жайғастырамыз, мендегі форма диаметрі 30 см. Форма осындай пирогтарға арналған, піскеннен соң алынуы оңай болу үшін өте ыңғайлы етіп жасалған. Қамырды толығымен жайып аламыз. Қамырын әдемі етіп жайып алдық, енді кептірілген жемістерімізді қатарынан барлығын салып шығамыз. Бұл пирогты арнайы мастер-класстан үйреніп, бірнеше уақыттан бері жасап жүрмін, сондықтан толық рецепті описание бөліміне қалдырамын. Рецепті сақтап, өздеріңізге табыс көзіне айналдырсаңыздар болады. Каналымда басқа да тез дайындалатын пирогтардың рецептісі бар, өтіп қарасаңыздар болады. Кептірілген жемістердің барлығын толық салдық, енді бір банка қоюлатылған сүтті саламыз. Тонканың сұйық емес, барынша қоюлау түрін алғандарыңыз дұрыс. Кептірілген жемістерді орнынан қозғамай байыппен құйып шығамыз. Қамыры дайын, 170-180 градуста 25 минут пісіріп аламыз. Пирогтың пісу барысы видеода көрсетілгендей болады. Пирог дайын, пирогты бөлме температурасында суытып, сонан соң қалыптан аламыз. Пирог сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Ұнаса лайк, коммент қалдырып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Оны толық қарағандарыңызға алғысым шексіз. Алда менен қандай рецептер күтесіздер, комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. Мен сол рецептерді міндетті түрде түсіруге тырысамын. Сіздермен болған салтанат, келесі видеоларымда кездескенше аман сау тұрыңыздар.